Қыздар, біз бүгін сіздермен осындай алма қосылған өте жұмсақ, өте дәмді печенье дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқамызды ыдысымызға салып, үстінен қантымызды қосып жақсылап араластырамыз. Бұдан соң оған дәм балансын сақтау үшін тұз салып, одан соң ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Енді бұған ұнымызды електен өткізе отырып, үстінен қосқыш қосып, осылай қасықпен жұмсақ қамыр илейміз. Енді ұсақтап туралған алмамызды салып, оны да жақсылап араластырып, міне осындай қамыр болған соң, осылай қасықтың көмегімен пергамент қағазы төселген листқа салып, 160-170 градуста пісіріп аламыз. Менде 20 минуттай пісті. Сіздер пештеріңізге байланысты. Міне осындай печеньелер дайын болды. Үстінен корица мен қант ұнтағын електен өткізіп салсаңыздар болады. Өте жұмсақ ас болса.